Енді сіз өзіңіз сайт жасайсыз, е? Иә, сайт жасаймын. Бір сайтты жасауға қанша уақыт кетеді? Жалпы сайт жасау қиын ба? Жалпы сайт жасау қиын емес деп айтып өттім. Бастысы клиенттің техникалық тапсырмасы болады. Техникалық тапсырмасын оқып болғаннан кейін, яғни уақыт бөлеміз. Яғни мына бөлікке мынанша уақыт кетеді, мына бөлікке мынанша уақыт өтеді. Содан кейін оның құны шығады. Яғни құн уақытқа байланысты есептелінеді. Мен мысалы 10 күн уақыт өтсе, значит мынанша сумма болады. Егер мен бір күнде жасалатын болсам, мынанша сумма секілді бағасы шығып отырады. Яғни сіз сайтты тек сайттың бағасын емес, оның жасалған күніне қарай аласыз. Неғұрлым сайт қиын болса, соғұрлым оның бағасы қымбаттайды, және де оның күні ұзарады. Кейде клиенттер жазады, маған сайт керек дейді. Мен одан сұраймын, қандай сайт керек? Ол кәдімгі үй соққанмен бірде, біреу үй керек дейді да, сізге қандай үй керек? Екі этажды үй ма, коттедж ба, или жай үй ма, квартира ма деген секілді сайттардың түрлері болады. Яғни сұраймыз, интернет-магазин ба, корпоративный сайт ба, лендинг пейдж ба, сататын сайт ба секілді клиенттің талабын біліп аламын. Бриф кейстері білем, жіберем. Яғни түсі қандай болу керек, қандай акцент болу керек, шрифт қандай болу керек. Енді галочкада конкуренттеріңіз қандай сайттарға көңіл бөлесіз деген секілді тізімін сұрап аламын. Сол арқылы клиенттің талабын орындауға тырысамыз. Неліктен сіздің сайтыңызға келу керек деген қағиданы ұстанасыздар ғой.